Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Илюкешев Айбек Ергалиевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы күміс алу, бүгінгі сабақтың тақырыбы арқан тарту. Арқан тарту қазақ халқының ежелден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі. Бұл ойын негізінен күш пен бірлікті сынайтын сайыс түрі болып табылады. Ойын топтық жарыс ретінде өтеді, және қатысушылардың ептілігі, тактикалық ойлау қабілеті, төзімділігі мен команда болып жұмыс істеу қабілетін дамытады. Қазіргі таңда арқан тарту тек қазақ халқының ғана емес, әлем халықтарының арасында да танымал спорттық жарысқа айналған. Ол халықаралық деңгейде спорт түрі ретінде мойындалып, түрлі жарыстарда ұйымдастырылады. Ойынның негізгі мақсаты қарсылас команданы өз шекарасына қарай тартып, жеңіске жету. Ойынға қойылатын талаптар: әр командада 5-10 адамнан болуы мүмкін, ойын деңгейіне байланысты. Қатысушылар саны бойынша 2 командада тең болуы керек. 2. Арқан ұзындығы 8-12 метр болуы қажет. Арқаның дәл ортасында қызыл белгі қойылады. 3. 2 команда арқаның қарама-қарсы ұштарын мықтап ұстайды. Қатысушылар арқанды тек қолмен тарта алады. Төрешінің белгісі бойынша ойын басталады. 4. команда қарсыласын өз шекарасына тартып, белгіленген сызықтан асырып алса, жеңімпаз атанады. Егер уақыт аяқталғанда 2 командада тең түссе, төрешілер күш пен тактиканы бағалай отырып, жеңімпазды анықтайды. Арқан тартудың түрлері: дәстүрлі арқан тарту, шеңбер арқан тарту, отырып арқан тарту, топтық шеңберлік арқан тарту, көп сатылы арқан тарту. Дәстүрлі арқан тарту бұл ойын күш пен ептілікті, сондай-ақ командалық бірлікті сынауға бағытталған. Ол тек спорттық жарыс қана емес, сонымен қатар той-томалақтар мен мерекелерде ұйымдастырылатын халықтық ойын ретінде танымал. Шеңбер бойымен арқан тарту: қатысушылар шеңбер ішінде арқанды тартып, қарсыластарын тепе-теңдіктен шығарып жіберуге тырысады. Ойынның мақсаты қарсыластарды шеңберден шығару немесе тепе-теңдіктен айыру, өз орнын сақтап қалу арқылы күш пен ептілікті көрсету. Отырып арқан тарту: қатысушылар жерге отырып тепе-теңдікті сақтай отырып, қарсыласын өз жағына тартуы керек. Ойын ережесі: 1. Қатысушылар жерге отырып, аяқтарын алға созады. 2. Арқаның 2 ұшынан ұстайды және арқаларын тік ұстап отыруы керек. 3. Төреші белгі берген соң, 2 ойыншы бір-біріне қарама-қарсы отырып, арқанды тарта бастайды. 4. Егер ойыншы қарсыласын өз жағына қарай тартып, орнынан жылжытса, жеңімпаз атанады. Кейде арқанды тартып, қарсыласты тепе-теңдіктен шығару жеткілікті болуы мүмкін. Отырып арқан тарту тек күш сынасу ойыны ғана емес, сонымен қатар ойыншылардың дене бақылауын, тепе-теңдік пен шыдамдылығын жетілдіруге арналған дәстүрлі жарыс түрі. Топтық шеңберлік арқан тарту бұл командалық спорт түрі, көбінесе ашық ауада немесе командалық жарыстарда ұйымдастырылатын физикалық белсенділік. Бұл ойынның негізгі мақсаты 2 команда арасындағы күш пен төзімділікті сынау. Топтық шеңбер тарту ойынның түрлері: классикалық шеңбер тарту: 2 топ бір-біріне қарсы шеңберді тартады. Топаралық жарыс: бірнеше топ кезекпен жарысады. Уақытқа шеңбер тарту: белгілі уақыт ішінде қай топ шеңберді алға көп жылжыта алады. Көп сатылы арқан тартудың құрылымы мен ережелері: 1. Арқанның ұзындығы мен беріктігі команданың саны мен ойын алаңының талаптарына байланысты өзгереді. Әрбір команда өзінің старттық сызығында тұрады. Әдетте әрбір алаңда 2 немесе бірнеше команда орналасады. 2 командалар әр кезеңде арқанды қарсыластың жағына тартып, белгіленген нүктелерге немесе сызықтарға өткізуге тырысады. Бұл әр команда үшін нақты мақсат болады. 3. Бірінші кезең: командалар өз күштерін бір уақытта тартып, бірінші кезеңде жеңу мақсатында арқанды қарсылас командаға өткізуге тырысады. Бұл кезеңде тек күш пен командалық үйлесімділік қана емес, стратегия мен тактикада маңызды рөл атқарады. 4. Екінші кезең: егер бірінші кезеңде теңдік болса, арқанның тартылуы одан әрі күшейеді. Бұл кезеңде командалар өзінің күшін ақылмен пайдаланып, қарсыластарын алаңның ортасынан тартуға тырысады. 5. Үшінші кезең: бұл кезеңде стратегиялық және физикалық күшті үйлестіру өте маңызды болады. Арқаның тартылуының әрбір кезеңі команданың үйлесімділігін, күшін және төзімділігін тексереді. Әр кезеңде күш пен уақытты дұрыс үйлестіру өте маңызды. Алғашқы кезеңдерде командалар күшті пайдаланып, кейінгі кезеңдерде ақылмен ойнауы керек.
Бақылау сұрақтары. 1. Арқан тарту ойынның негізгі мақсаты қандай? 2. Бұл ойын қандай қасиеттерді дамытады? 3. Арқан тарту ойында командалар саны мен қатысушыларға қандай талаптар қойылады? 4. Арқан тарту ойынның жеңімпазы қалай анықталады? 5. Арқан тартудың қандай түрлері бар, және олардың айырмашылығы неде? 6. Дәстүрлі арқан тартудың ерекшеліктерін сипаттаңыз. 7. Отырып арқан тарту ойыны қалай өткізіледі, және оның мақсаты қандай? 8. Топтық шеңберлік арқан тарту ойынның ережелерін атаңыз. 9. Көп сатылы арқан тартудың құрылымы мен кезеңдері қандай? 10. Қазіргі таңда арқан тарту ойынның халықаралық деңгейдегі маңызы неде? Келесі сабақтың тақырыбы бүркітшілік. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтың тақырыбы бүркітшілік. Назарларыңызға рахмет.